Сәлем баршаңызға. Бүгін орама тамағына ұқсас, сондай керемет дәмді ерекше тағам жасаймыз. Экранда көрсетілгендей 500 грамм ұнға 1 қасық тұз және 2 шай қасық су май құямыз. Одан кейін 1 стакан жылы суды жақсылап аздап-аздап құйып, қолмен илеп отырамыз. Қамырымыздың жұмсақтығы орташа болу керек, яғни қатты тастай емес, немесе қатты жұмсақ болмау керек. Осылай білекпен алақанның ұштасқан жерінен күш салып илеп шығамыз. Пакетке 5 минутқа тұндырып қоямыз. Одан кейін 3 жуамызды тазалап, 3 тер жуамыздың біреуін фаршқа қосатындай етіп дайындаймыз, яғни кубиктап турап шығамыз. Майдаланып туралған жуамызды 1 түйір осы фаршқа қосамыз. Одан кейін тұз салуды ұмытпаймыз және жақсылап араластырамыз. Одан кейін қара бұрышты қосуды тағы да ұмытпаймыз. Барлығын жақсылап қолмен илеп шығамыз. Егер фаршыңыз сіздің майларақ болса, су май құймасаңыз болады. Егер қолдан тартылған ет болса және майы аз болса, 1 ас қасық су май, яғни подсолнечное масло құйсаңыз болады. Көкөністен менде 3 түйір жасыл болгар бұрышы және 2 түйір қызыл болгар бұрышы, 1 сәбіз және 1 қызанақ. Одан кейін 2 жуамыз осылай аршып алып, жіңішке етіп турап шығамыз. Жуаңыз осындай жіңішке доғал пішіндес етіп турап шығасыз. Келесі сәбізімізді де алдымен осылай жіңішке етіп бірнеше бөліктерге бөлеміз. Одан кейін ұзынша етіп турап шығамыз. Достар, жас каналымызды қолдау мақсатында подписаться кнопкасын басып, жазылып кетсеңіздер өте қуанып қаламыз. Және де поделиться кнопкасын басып, WhatsApp чаттардан видео рецептпен бөліссеңіздер болады. Достар, егер тамақтың атын білсеңіздер, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және лайк басуды ұмытпаймыз. Одан кейін қызыл түсті болгар бұрышын 2 түйір жақсылап жуып, дәнінен тазалаймыз. Одан соң үлкен бөліктерге бөлеміз, одан кейін жіңішке бөліктерге бөліп шығамыз. Жалпы осылай жасыл түсті болгар бұрышы қайталанады, яғни жіңішке бөліктерге бөлінеді. Және барлығын бір ыдысқа салып қоямыз. Осы дайындалып жатқан көкөнісіміз, яғни подливымыз дайындалу пісу уақыты бас-аяғы 20 минут. Осы болгар бұрышынан кейін қызанақты жуып дайындаймыз. Менде 1 үлкен қызанақ. Егер сіздің қызанағыңыз кішкентай болса, 3-еуін қоссаңыз болады. Сонда біздің подливымыз сочный және сулы және дәмді болып шығады. Біздің тұздығымыз қоймалжың сұйықтау болса, өте дәмді болады және біздің лавашымыз өзіне суын сіңіреді. Қызанағымызды осылай бірнеше бөлікке бөлгеннен кейін ыдыстарға бөлек-бөлек салып қоямыз. Енді қамырымызды ұнмен, қолмен созып шығамыз. Жалпы қамырымыз жұмсақ болып шықты. Жақсылап ұнды саламыз және оқтаудың көмегімен жаямыз. Барынша жұқа етіп жайып шығамыз. Жұқа жіңішке болса, қамырымыз бізде табамызда тезірек піседі. Бұл жерде мен қамырымды жеке-жеке жаймадым. Дәу бір жайманы жайып, осылай бірнеше бөлікке кесіп шықтым. Бірақ менің бұл жерде кескен кесіктерім кішкентай болып қалыпты. Сондықтан табаларыңыздың үлкендігіне қарай кескен тіліктеріңізді үлкен қылып кессеңіз болады. Осылай лавашымызды дайындаймыз. Табамызды қатты қыздырамыз және 30 секундтан осылай пісіріп шығамыз. Одан кейінгі біздің дайын болған қамырларымыз өте тез піседі, сондықтан 20 секундтан оң жағын, 20 секундтан сол жағын айналдырып пісіріп шығамыз.
Лавашымыз біздің өте сондай балғын және жұмсақ болып шығады. Көріп тұрғаныңыздай бірнеше лавашты тез арада өзіңіз үй жағдайында жасап алсаңыз болады. Одан кейін дайын болған фаршымызды осылай жағып шығамыз. Қасықпен жуарласқан тұз және қара бұрыш араласқан фаршымызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Осылай ширату арқылы рулетик жасап шығамыз. Одан кейін тұздығымызды дайындаймыз. Тұздықта бізде газымыздың астын қаттырек ашып, жуамызды 2 минут қуырамыз. Жуамызды кішкене қызарғаннан кейін қана үстіне туралған сәбізіміз саламыз. Сәбізбен бірге тағы 1 минут қуырамыз. Сәбізіміз кішкене басылғаннан кейін қана үстіне туралған қара бұрыштарымызбен жаңағы жасыл және қызыл бұрыштарымызды салып, араластырып қуырамыз. Болгар бұрышын қосқаннан кейін табамыздың қақпағын жауып, газымыздың астын басып қоямыз. Осылайша 10-15 минут бұқтыру арқылы пісіріп шығамыз. Одан кейін қызанағымызды саламыз. Қызанақ өзінің тартылған мезетте суын береді. Үстіне және тұз салуды ұмытпаймыз. Тұздығымызды осылай барлығын араластырып шығамыз және газдың астын басамыз, яғни күйіп кетпеу керек. Және әмбебап приправасын салуды ұмытпаңыздар. Осылайша тұздығымыз дайын болды. Енді келесі дайын болған рулетик лаваштарымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Немесе 2, немесе 3 бөлікке бөлсеңіз жеткілікті. Табадағы дайын болған тұздығымызға 2 ас қасық томатты қосып берсеңіздер болады. Себебі томат өзінше бір керемет қызыл түсті дәм береді және түс береді. Және су құюды ұмытпаймыз. Суды құйсаңыздар кішкене түбі жабыспай сулы болып піседі. Енді біздің духовкаға арналған табамызды шығарып, дайын болған тұздығымызды ішіне жайып шығамыз. Табаға дайын болған лавашымызды осындай тұздықпен салсаңыз, лавашыңыз табаны жабыспайды және өзіне осындай қызғыш түсті сіңіреді. Бұл жерде қызанақ та бар, болгар бұрышы мен сәбіз де бар. Біздің лавашымыз өзіне керемет дәмді сіңіреді және қамырдың сыртына тағы да келесі бөлікті үстіне сеуіп шығамыз. Ыдысыңыздың көлеміне қарай сыйғанша осылай кесілген лаваштарды 4-5 қатарға тізіп шықсаңыз болады. Үстіне салмаймыз, өйткені қамыр бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде бізде тұздығымыз дайын, лавашымыз дайын, тек қана фаршымыз пісіп шығуы керек. Одан кейін осы дайын болған лаваштың үстіне тұздығымызды құйып шығамыз. Сол кезде үстінен де өзіне қамыр әдемі дәмді сіңіріп шығады. 180 градуста 30 минут пісіріп шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Смағұлова еңлік.